ешкім ақылды болып туылмайды. Барлығымыз нөлден бастадық. Сөйлей алмадық, жүре алмадық, есеп шығара алмағанымыз да айдан анық. Қосу, оқу, жазу, велосипед айдау. Бастапқыда ешкім де бұларға қабілетті емес. Эйнштейн де бір кездері 10-ға дейін санай алмаған. Және Шекспирдің де әліппемен танысу керек кезі болған еді. Бәріміз бұдан өтеміз. Бақытымызға орай біз үйрену үшін туылдық. Баяу, сенімді түрде бастайсың. Еңбектейсің, сүрінесің, құлайсың, қателесесің, құлайсың, талпынасың, шатасасың, түнілесің, қайта тырысасың. Ақырында алғашқы қадамыңды жасайсың. Ол келесі қадаммен жалғасады. Ойларына ой қосылады. Әр қате жауап миыңды күшейте түседі. Сәтсіздіктер арқылы өзіңді дамыта түсесің. Және сен бұны жалғастыра бересің. Үйрену деген осы. Сен оған әлі жетпесең де жететініне сенімдісің. Өйткені ғаламдағы ең әдемі, ең күрделі түсініктер кез келген адам, кез келген жерде үйрене алатын өте қарапайым ойлардан құралады. Кім болсан да, қайда болсан да тек бір нәрсені білуің керек. Сен барлығын меңгере аласың.